Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екілік ақпаратты ұсыну. Балалар, алдымен өткен сабаққа тоқталайық. Ақпаратты шифрлау деген не? Шифрлаудың қандай әдістерін білесің? Бүгінгі сабақта үйренетініміз екілік ақпаратты ұсыну, ақпаратты кодтау әдістері. Ақпараттарды компьютерде қалай өңдейміз? Компьютерде барлық ақпарат дабыл, сигнал түрінде ұсынылады. Ақпаратты компьютерге жазу үшін компьютердегі әрбір белгі, әріп немесе сан, дыбыс немесе видео дабылдар тіліне аударылуы керек. Мұндағы 0 мен 1 бит деп аталады. Оларды жай екілік таңбалар деп те атайды. Ақпаратты екілік кодпен көрсету үшін құрылғы екі күйді ажырата білуі керек. Мысалы, 1 құрылғыда тоқ барын, ал 0 жоғын, немесе 1 жоғары кернеу, 0 төмен кернеу екендігін білдіреді. Суретте ақ қара кескін, 0 ақ торкөз, 1 қара торкөз. Кодтар мен кодтау жүйесінің көптеген түрлері бар. Оларды ұсыну тәсілдеріне қарай 3 топқа бөлуге болады. Ақпаратты кодтау әдістері: сандық әдіс, символдық әдіс, графикалық әдіс. Екілік таңба деген не? Ақпараттың көлемін анықтау үшін ақпараттың өлшем бірлігі бит қолданылады. Бит ағылшын тіліндегі бинарий деген екілік таңба деген қысқарған сөз. Әдетте компьютер жадындағы деректер ақпараттар, командалар жекелеген биттермен емес, топтасқан 8 бит өлшемімен жазылады. Тізбектелген 8 бит 1 байт өлшемін құрайды. Суретте мәтіндегі ақпарат көлемін санау. Бұл жерде ақпарат сөзі бір әріп 1 байтқа тең, яғни барлығы 7 символ 7 байтқа тең. 7 байтты 8-ге көбейтеміз, 56 бит болады. Ақпаратты кодтау кезінде компьютерде екілік код қолданылады. Екілік алфавитті қолдану арқылы ақпаратты ұсыну екілік кодтау деп аталады. Екілік кодта 0 және 1 символдар ғана қолданылады. Символдардың кодталу комбинацияларының жиынтығын кодтау кестесі деп те атайды. Есептеуіш техникасында ең көп пайдаланылатын код ASCII коды. Америкалық ақпарат алмасудың стандартты коды болып табылады. ASCII жүйесінде негізгі және кеңейтілген екі кодтау кестелері бекітілген. Негізгі кестеде 0-ден 127-ге дейінгі кодтар мәні, ал кеңейтілген кестеде 128-ден 255-ге дейінгі символдар коды келтірілген. Алғашқы 33 код 0-ден 32-ге дейінгі символдарға емес, амалдарға, жолды тасымалдау, бос орын енгізу және тағы басқаларға бөлінген. ASCII кодының таблицасы. Хабардың ақпараттық көлемі бит немесе байтта өлшенетін, оның ұзындығы. 1 байт 8 битке тең, 1 килобайт 1024 байтқа тең, 1 мегабайт 1024 килобайтқа тең, 1 гигабайт 1024 мегабайтқа тең. Міне қызық балалар, саусақтар мен сандар арасындағы байланыс көне замандардан бері бар. Тіпті қазір жиі қолданылатын дегит сөзі саусақ, сан деген ұғымдарды білдіреді. Енді сұрақтарға жауап берейік. Компьютерде ақпараттар қалай ұсынылады? Екілік таңбалар деген не? Ақпараттарды кодтаудың қандай әдістері бар? Компьютерлік алфавитте қанша символ бар? Ақпараттың қандай өлшем бірліктері қолданылады? Себебін анықтайық. Неліктен ақпараттық кодтау әдістерін қолданамыз? Неге мәтіндік ақпаратты компьютерлік өңдеуде 256 символ қолданылады? Енді мына тапсырманы орындайық. Есепті шығарып, жауабын мәтіндік редакторда жазамыз. Егер әр бетте 30 жол 70 символ болса,
мәтіннің әрбір бетінде қанша символ болатынын анықта. Бір бетте қанша байт, қанша бит болатынын тап. Екінші тапсырмада берілген ондық кодпен жазылған сандарды екілік кодта жаз. Үшінші тапсырма символдарды екілік кодпен жаз. Енді осы тапсырмалардың жауабы. Бірінші тапсырманың жауабы: егер әр бетте 30 жол 70 символ болса, мәтіннің әрбір бетінде 2100 символ бар. Бір бетте 2100 байт, 16800 бит бар. Екінші тапсырманың жауабы және үшіншінікі. Келесі тапсырма талдап салыстырайық. Сөздердегі ақпарат көлемін санап, салыстыр. Қай сөзде ақпарат көлемі үлкен? Информатика және екілік ақпарат. Осы тапсырманың жауабын өз жауабыңмен салыстыр. Информатика сөзінде 11 символ, 11 байт, 88 бит болса, екілік ақпарат сөзінде 14 символ, 14 байт, 112 бит бар. Яғни бізде информатика сөзінен екілік ақпарат сөзі үлкен. Келесі тапсырманы үйде орындаймыз. ASCII кодтау кестесінің көмегімен мына сөздерді кодтаймыз. Осымен балалар, сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.